Әйелдердің белі неге ауырады? 10 түрлі себебі. Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма жазыла кетіңіздер. Әйелдің ағзасы еркектерден өзгеше болатыны белгілі. Сол сияқты әйелдердің бел ауруы да ағзалық ерекшеліктеріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Белдің ауруын тек омыртқа немесе сегіз көз әрі кеткенде гинекологиялық себептермен ғана байланыстырсаңыз қателесесіз. Адам бойындағы белге жақындамайтын басқа да аурулар бел ауруын тудыратынын дәрігерлер жиі айтады. Алдымен аурудың мінездемесіне тоқталып өтейін. Біріншісі кіші жамбас, сегіз көз бен құйымшақтың аши ауруы. Екіншісі созыла ұзақ ауру. Үшіншісі арқа мен белді құрсаулап қойғандай немесе ауырған үстіне ауыра түсу. Осылай әртүрлі кейіпте ауру белгісін сезіну арқылы оның басқа қандай мүшелердің дертімен байланысты екендігінен хабардар береді. Белдің ауруы ағзадағы дерттерге байланысты. Әйелдердің басым көпшілігінде бел сегіз көзден жоғары арқаға қарай ауырады. Бұл тәжірибе көрсеткен мәлімет. Әсіресе мына төменде айтатын аурулардың әсері белге беріледі. Біріншісі ағзаға артық салмақ түсу. Арқаны белмен қоса ашыта әрі бұрай ауыратын болса, әсіресе ауыр зат көтергенде немесе ұзақ уақыт отырып жұмыс істегенде белді жаза алмай қалса, бұл ағзаға артық салмақтың түсуінен, яғни ағза күткеннен артық күш түсудің салдарынан ауру белге беріледі. Мұндайда жақсы массаж қабылдаса тез көмектеседі. Екіншісі салқын тию. Суықтау деген сөз бізде кеңінен қолданылады. Бірақ суықтаудың да суықтауы бар. Енді мұнаға назар аударайық. Әйелдерде бел ауруы көбіне жазда жиі байқалады. Мұның себебі аз ғана самалдың өзі терлеп тұрған денедегі қан тамырлардың тарылуына әкеп соғады. Нәтижесінде миоспазм, бұлшықеттердің бірден жиырылып, арқаның тырысуымен ауруы пайда болады. Бұл жағдай бара-бара қабынуға, оның соңы созылмалы ауруға ұласуы мүмкін. Үшіншісі панкреатит. Ұйқы безінің қабынуы қашанда оң жақ қабырғаның асты ауруымен білінеді. Кейде ауру басқа дене мүшелеріне, кеуденің, арқаның немесе сегіз көздің оң жағына берілуі мүмкін. Егер басқа жағдайлар болмағанда, белдің төменгі жағына қарай ауруын дәрігерлер ұйқы безі қызметінің бұзылуымен байланыстырса таңданбаңыз. Бұған қоса ас қорытудың бұзылуы, іш қату мен диарея, диспепсия сияқты белгілерде байқалады. Төртіншісі гинекологиялық аурулар. Әйелдің бел ауруына себеп болар жайт көп. Оның едәуір бөлігі гинекологиялық себептерге байланысты. Оның ішінде де мына аурулар белді ауыртуы мүмкін. Полипоз, аналық жұмыртқада еттің өсуі, өсіндінің апоплексиясы, репродуктивті жүйеде қабыну немесе ісік процесі болған жағдайда. Гинекология ғылымы бел мен арқаның ауру себептерін гормондық өзгерістермен кіші жамбаста орналасқан мүшелердегі жайсыздықтар екендігін алға тартады. Мұндай себептердің тағы да бір белгісі бөліндінің өзгеріске ұшырауы, көңіл күйдің бұзылуы және етеккір циклының өзгеруі. Бесіншісі жүктілік. Жүктіліктің үшінші кезеңінде бел ауыра бастайтыны бала босанған көптеген әйелдерге таныс жағдай. Оны дәрігерлер құрсақтағы баланың салмағы өскен сайын кіші жамбастағы мүшелерге қысым түсіретіндігімен түсіндіреді. Ал жүктіліктің ерте кезеңінен бастап бел ауырса, оның себебі не? Егер жүкті әйелде жеріктік басым болып, сонымен қатар белі де қоса ауырса, демек құрсақтағы баланың дұрыс жетілмей жатқандығы. Бұл жүктілікті мерзімнен бұрын тоқтату қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін. Алтыншысы эндометриоз.
этекір циклінің басталар кезі мен уақытында омыртқаның төменгі жағы ауырып, жайсыздықтар сезілсе, демек эндометриоз әсерінен. Ауру белгісі әдетте созылмалы болады. Әйелдер жамбас сүйегін біреу сындырып жатқандай әсер алады. Мұны тек этекір әсерінен деп жылы жауып қоя салмай, ертерек дәрігерге көрініп, емделу қажет. Жетіншісі омыртқа аурулары. Әйелдің қимыл-тірек жүйесі де уақыт өткен сайын патологиялық өзгерістерге ұшырайды. Егер бел тым қатты ауырса, оның себебі омыртқаның төменгі бөлігіндегі остеохондроз және омыртқа жарығы болуы мүмкін. Олардың белгілері бейне бір тоқ соққандай сезілетін, соққымен берілетін ащы ауру. Мұндай ауру аяққа, іштің төменгі жағына және құйымшаққа да беріледі. Кейде науқасқа жүру қиын, өзін бейне бір құрсаулап тастағандай сезінеді. Сегізіншісі остеопороз. Сүйектің тым әлсіздігі, яғни сынғыштығы әйелдерде әдетте менопауза кезінде байқалады. Артық күш түскеннен де омыртқа сүйектері жарылып, сынуы немесе пішінін өзгерте бастауы мүмкін. Мұндай өзгерістердің қай-қайсысында болмасын, бел мен арқа тұрақты түрде ауырады. Аяқтағы сезу нүктелері де қызметінен жаңыла бастайды. Ерекше жағдайда әйел өз бетінше қозғалудан қала бастайды. Тоғызыншысы сүйектегі ісік және метастаз. Әйелдерде кездесетін сегіз көздің төменгі жағына беретін ауру. Сүйектегі онкологиялық ауруға байланысты болуы мүмкін. Сол сияқты кіші жамбаста орналасқан мүшелердің метастазы болуы да ықтимал. Әдетте оның белгісі күш-қуаттың әлсіреуі, бас айналу, құсу немесе субфебрилитет болады. 10-шысы жарақат алу. Егер әйелдің бел ауруы, құлау немесе ауыр жаттығулар жасау, басқа да жарақаттардан соң басталса, оның себебі бұлшықеттердегі микро жарақаттар мен омыртқадағы ұсақ жұмсақ ұлпалардың жарақат алуынан болуы мүмкін. Әдетте жарақат алған жері сініп немесе қызарып белгі береді. Мұндай жарақаттарды дәрігерсіз өзінше емдеуге мүлде болмайды. Достар, ақпаратым ұнады деген ойдамын. Дендеріңіз сау болсын.